Сәлем, достар. Бүгін біз жақсылықтың маңыздылығы туралы әңгімелесеміз. Әрқайсымыз тыныш әрі бақытты өмір сүргіміз келеді. Оның кілті жақсылық жасау. Жақсылықты жасамас бұрын, әрине, оның терең мәнін түсініміз. Жақсылық бұл тек үлкен істер емес, соны ұмытпаңыз. Біреуге жылы сөз айту жақсылықтың түрі. Өмірдің өзі кішкентай ғана істерден құралады. Жақсылықты жасырын жасау бұл нағыз рухани биіктік. Жасырын жасалған жақсылық әрдайым жүректі тазартады. Жақсылықты жасағанда ешқашан алғыс күтпеңіз. Өмірде ең таза қуаныш көмектескеннен кейінгі тыныштық. Есімізде болсын, нағыз сый әрқашан өзіңізде қалады. Кішкентайынан бастаңыз. Бір күлімсіреу, бір жылы сөз адамның тағдырын өзгертуі мүмкін екенін ұмытпаңыз. Жақсылықты кейінге қалдырмаңыз. Бүгінгі күн бұл нақты мүмкіндік. Жақсылық әрқашан қайтып келіп, сеніңіз. Бумеранг секілді. Өмірді мәнді етем десеңіздер, жақсылық жасаудан бастаңызда. Жақсылық өз жүрегімізге де жарық түсіреді. Мейіріммен өмір сүрейік, достар. Жақсылық жасалған жерде тыныштық бар.